Армысыздар ағайын, есен аман бармысыздар. Эфирде Шуылдақ Шадырман бауырларыңыз. Қазіргі таңда біліп отырсыздар, қазақ елінің басына туып отырған біраз қиындық заман бар. Оның ішінде геосаяси жағдай болсын, экономикалық, әлеуметтік, рухани жағдай болсын, ешқайсысы да көңіл көншітерлік болып тұрған жоқ. Ал енді ол аз болғандай, мына жерде көріп отырсыздар, жалпы арабтың идеологиясын ұстанып, арабтың идеологиясын халықтың арасына таратып жүрген кісілер, арабтың жері әулие, арабтың тасы әулие, арабтың тасын айналу керек, Құдайдың өзі сөйтіп айтты, Құдай бүйтіп айтты деп, Құдаймен сөйлесіп келген адамша өтірік кітаптарын жазып алып, өтірік данышпандарынан жаңағыдай алып, өздерінің жалпы идеологиясы бойынша өздерін қаржыландыратын көз жасап алған. Онан кейін енді халық арасында, қазақтың қалың бұқара халықтың арасында авторитетіміз, жаңағы беделіміз күшейді. Енді бұл халықты қалағанымызша ыдыратып бөле береміз деп отыр. Оның бір мысалы ретінде сіздерге айтайын. Қазіргі таңда мынау тәңірлік дүниетанымды ұстайтын кісілер, ұстанатын кісілерге пәтуа шығарып отыр. Оларды күфір деп, кәпір деп, яғни кезінде Ибн Синаны да медициналық зерттеулер жасаған үшін мәйіттерді алып, оларға кесіп, әртүрлі патологоанатомдық қызметтер жасағаны үшін Ибн Синаны да кәпірге шығарған болатын. Мынау дүниеде көрмеген жақсылығымды анау дүниеде не істейін деп айтқан үшін Әл-Фарабиді де кәпірге шығарып, Әл-Фарабидің өзінде кәпірге шығарып, оның жаназасына келмей қойған имам молдалар, ол кәпір деп. Имам Ғазали деген кісі Әл-Фарабиді ресми түрде кәпір деп, күфір деп, күфірге сенуші деп Әл-Фарабидің өзін шығарып берген. Ал қазіргі халықтың көп жағдайда ол нәрсені біле бермейтінін, тарихи деректерді біле бермейтінін оңай пайдаланып жүрген мынау араб идеологиясының уағызшылары, бұлар Әл-Фарабиді де, Ибн Синаны да таза мұсылман деп ол нәрсеге жабыстырып қойып жатыр. Жарайды, оны қоя тұрайық. Енді қазіргі таңда қазақ өзінің тәңірлік дүниетанымына, дала демократиясына, қазақы даму жолына, сара жолына түсуге жақын қалған кезде, бұлар өздерінің авторитеттерін, өздерінің ел алдындағы беделдерін пайдаланып, арабтың идеологиясын онан әрі тықпалап, мынау тәңірлік дүниетаным, қазақ дүниетанымы елге жайылып кетуден қорқып, тіпті енді өліммен қорқыта бастады. Яғни өлген адамдарды мынау жалпы қорымға, жалпы мазараттарға жерлемеңіздер. Тәңірлік дүниетанымдағылар, олар кәпірлер, оларға жаназа шығаруға болмайды дейді. Ал енді осы имамдардың қорқытып жүрген жаназа деген сөзінің өзіне келейікші. Жанға аза салу деген бұл араптан келді ме? Әрине бұл қазақтың төл дүниетанымы. Біздің археологиялық қазбалар бойынша біздің 5000 жылдық тарихымыз бар. 5000 жылдық қазіргі бер жағындағы, және де сол 5000 жылдың ішінде біздің осы жаназа, жанға аза салу, жерлеу рәсімдеріміз ол өзгере қойған жоқ. Біздің осы арнамызда қанша кісілермен сөйлесіп жатырмыз, тарихшылары бар, басқа қоғам қайраткерлері, көзі ашық, зиялы кісілер бар. Барлығы да бұл жаназа рәсімдері қазақылық екенін айтып отыр. Міне қарайтын болсақ, жаназада не қылады? Ең бірінші мысалы жуады десек, арулап, онан кейін түнде шырақ жағып күзетеді дейді, онан кейін қидым айтады дейді, бір жерлерді айтады, бір жерлерді айтпайды. Онан кейін адам дүниеден өтіп, жаңағы жерлерінің алдында жыртысын таратады дейді. Сосын жоқтау айтылады. Мысалы, қабірдің өзін қазған кезде дәлізі қазылып, дәліздің қасында бөлмесі қазылады. Бұл 5000 жылдан бері келе жатқан жерлеудің түрі осы. Бұны ешқандай да 1000 жылдық тарихы бар арабтың діні бізге әкелген жоқ. Ешқандай да арабтың идеологиясы қазаққа анау адам баласын қалай жерлеуді үйреткен жоқ. Бұлар айтады, жаңағыдай тәңірлік дүниетаным бойынша мынау халқа монғолдар ұқсап, адам баласының денесін, сүйегін жаңағы ит құсқа жем болсын деп тастай салатын дейді. Ондай болса, алтын адамымыз біздің кем дегенде 2000 жылдық тарихы бар. Ол не қылып тұр онда 2000 жылдық тарихымен? Біздің кесенелер, кешегі Шыңғысханды буддашы, тәңірші, жаңағыдай халқа монғол болды дейді. Ал ол Жошы ханға кесене соғып отыр ғой, қазақтың дәстүрімен. Сол жерге жерлеп отыр ғой. Ол неғып сол баласының сүйегін ит құсқа тастай салмайды ондай болса? Онан кейін 7-сін береміз, 40-ын береміз, жылдығасын береміз, 5 сайын иш шығарамыз, әруаққа тие берсін деп айтамыз. Мынау көкейден құрап батамызды арнаймыз. Құран деп айтады, Құран оқимыз дейді, құрап оқимыз дейді көкейімізден. Міне бұның бәрі қазақтың өз төл дәстүрлері. Бұл жерде жалғыз ғана арабтың келіп, жаңа қарыз болса көтересің ба деген, ол да қазақтың өз дәстүрі. Қарыздарын соңында аманатын мойнына алу деген ұрпағына, ағайын туғандарына парызда қарыз болады. Ал енді бұл жерде имамдардың жасайтыны жалғыз ғана арабша шүлдірлеп, кешегі Арман Нұрмұхамед бауырымыз айтып кетті,
рэп оқып береді деп сөйтеді да 70 мың теңге ма 30 мың теңге ма қанша мың теңгені қағып әкетеді деп. Қазақта бір сөз бар, адамның өлгені, молданың күлгені адамның өлгені деген. Яғни баяғыдан белгілі, бұл Қарахан дәуіріндегі молдалар болсын, оның өзі кешегі Күтайба ибн Мүслимдердің қойып кеткен адамдар болған, қазақтың бытырап жүргенін пайдаланып, өздері Қарахан мемлекетін құрып, былайша айтқанда мен өзім ол Қарахан мемлекетін сарттардың мемлекеті деп білем. Өйткені Күтайба ибн Мүслимнің жаулап алған жерлерінің бәріне сарттарын апарып, соларды орнатқан. Сол сарттары, жаңа былайша айтқанда кешегі Жексен ағамыз айтпақшы, қайыр хандары, олар осы Таразда билік жүргізген кездері болған. Ал енді сіздер мынау біз тыныш заман болады деп отырсыздар. Біз геосаяси қауіптер бізден әлі арылған жоқ. Мысалы мынау Америкада жүрген, басқада жүрген мынау өзбектің арасында көп адамдар мына Ақмешіт деп Қызылордаға претензиясы бар, Шымкентке, Таразға, осы үшеуіне олардың претензиясы бар. Ал Хиуа хандығының жері болған деп Маңғыстауға да олардың претензиясы бар, жоқ емес. Сондықтан біз әрқашанда бір болуымыз керек, әрқашанда күшті болуымыз керек. Және де бізге экспорттан, яғни кешіріңіздер, импорттан келген Құдайдың қажет жоқ. Импорттан келген дүниетанымның қажет жоқ. Импорттан келген дүниетаным дегеніміз ол арабтың идеологиясы. Арабтың жері әулие, арабтың адам әулие, арабтың бір адамы бар, оны бүкіл дүние жүзін тура жолға салып береді дейді. Бірақ өздері жеті ата деген нәрсені білмейді. Бір емшек ембесе қатын қыла бер деген өздерінің несі бар. Солардың өмір баянын оқып қараңыз. Міне өзбек, ар жағындағы бүкіл мынау Ауған, Иран, басқа арабтанып кеткен қанша 26 мемлекет, барлығы да бір емшек ембесе болды, қыз ала береміз деп отырғандар. Қайсысы солардың оңып отырған? Біз сонда арабтың идеологиясын алып, сол арабтың қазір мына жерде уағыздап жүрген адамдардың артынан ерген кезде қандай береке табамыз? Кезінде Қоқан хандығы біздің осы даламызға дейін неге шабуыл жасап келді? Біздегі мынау Қараханнан бері мұсылманбыз деп біреулер аузын толтырып айтады. Ал Қоқан хандығы бізге кешегі Кенесарының кезіне дейін қыз салығын салып келмеді ме? Созаққа қыз салығын салып, халық көтерілген кезде сынау арқадан Кенесары шауып келіп, сол кезде Қоқан ханының датқаларын бытшытын шығармады ма? Егер олар қазақ сол кезде мұсылман болып тұрған болса, олар бізге неге қыз салығын салады? Неге Кенесары мұсылман болса, ол мұсылмандармен шайқасады? Неге Құнанбай, Өскенбайұлы Кенесарымен 30 жыл замандас болды? Бірақ Кенесары қазақ үшін қызмет етеді, ал Құнанбай орыстың Хорунжий деген атағын алып, татар молдаларды қазақтың даласына тоғытып, қазаққа арабтың идеологиясын сіңіру арқылы құлдық сананы сіңірудің әрекетін жасайды. Неге деп ойланған адам бар ма? Бізге ешқандай да жаттан келген Құдайдың, жаттан келген адамның кітабының, басқа дүниетанымының көк тиынға керегі жоқ. Және де кешегі мынау шешеннің бір тентектері барып, Франциядағы бір мұсылманға жаңағы айтқан үшін анау Чарли Хебдо деген нені өртеп кетті, оларды басын кесіп алды, мұсылманға қарсы сөйлегеннің басы кесіліп кетеді, біз деген фанатикпіз, біз деген террористпіз, біз деген бомба жарып кетеміз, біз деген жаңағыдай пышақ сұғып кетеміз деп қорқытудың қажеті жоқ қазақты. Қазақ керек болса мен деген террористің өзін жалаң қолмен жоқ қылып жібереді. Қазақ өлімнен қорқпаған. Қазақ үшін өлім деген ақ өлім болады, арам өлім болады. Қазақ үшін ақ өлім деген мынау елдің ақ жолға, тура жолға өсіп өнуіне жасайтын жол болады. Ал кім арабтың идеологиясын қазақ үшін тықпалап, қазақты бір-біріне шағыстырам десе, онда олар қателеседі. Біз неге тәңірлік дүниетанымды айтып отырмыз? Неге тәңірлік дүниетаным қазақты жоғары шығарады деп отырмыз? Өйткені тәңірлік дүниетанымда біріншіден 100 адам өлтірсең де баяғы арабтың идеологиясында айтылады, бір еврей бопты дейді. Насуха деген 99 адамды өлтіріп, 100-ші адамды да тағы өлтіріп, 100 адамды өлтірсе, арабтың Құдай оны кешіріп жіберіпті дейді. Қазақта үйтіп кешіріп жіберетін, онда үйтіп кешіре беретін Құдай жоқ. Не істесең, мойныңмен көтересің. Көзіңнің жасымен шығады, аққан қаныңмен шығады. Күнәні басқаша жоятын жол жоқ. Қазіргі біздің мына жемқорлық жасап жүргендер, әртүрлі елдің ақшасын, елдің бүкіл несібесін жан-жаққа шашып, қазақтың ата-бабасының ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған байтақ жерінің бүкіл байлығын шетке сатып жүрген адамдар. Қарасаңыз, анау арабқа барып тоңқайып, арабтың тасын айналып, мінекей содан барамызда бүкіл күнәдан анадан туғандай тазарамыз деп отыр. Жоқ, ешкім ешқашан тазармайды. Мынау елден алған нәрсе орнына қойылып, бір тиынына дейін есеп беріліп, елдің аяғына жығылып кешірім сұралмағанша, ол атадан балаға аманат болып, лағынет болып қала береді. Ал қандай да бір ел өзі сүмілік болып, Құдайдың қолында, патшаны Құдай сайлайды,
бәрі патшаның қолында, патшаның ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс, патша құдайдың жердегі көлеңкесі деген сияқты нәрсеге мына миға кіргізетін болса, ол халық сүмілік болады. Кешегі ақтабан шұбырынды оның қасында ойыншық болады. Кешегі 32-дегі ашаршылықтарымыз, кешегі 37-дегі репрессияларымыз, бұның барлығы да репетиция болып қалады. Айналайын халқым, ойланыңдар. Мынау қазақтың тәңірлік дүниетанымы деген сөз, бұл дала демократиясы деген сөз. Қазақ айтады, халық қаласа хан түйесін сояды дейді. Ал қазіргі біздің ойымызда, пікірімізде мынау араптан келген идеологияның бізге сіңіргені, ол айтып отыр, хан қаласа халық түйесін сойып береді деп отыр. Ол заман өтті. Мына халықтың миына барлық нәрсе жетті. Өтірік уағызбен, өтірік араптың идеологиясын тықпалаумен.